Қайырлы құрметті үйренуші, жағдайыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен there is тақырыбын өтетін боламыз. Ол дегеніміз анда бар, мұнда бар, яғни бар екендігін білдіру үшін қолданамыз. Енді қараңыз, егер менің қалтамда телефон бар деп айтатын болсақ, there is a phone in my pocket. Яғни ол менің қалтамда телефон бар деген мағынаны береді. Немесе далада машина бар дейтін болсаңыз, there is a car outside. Мысалы байқасаңыз, бұл жерде зат біреу болған үшін біз to be is'ді қолдандық. Ал егер зат екі немесе одан көп болса, біз there is деп қолданбаймыз, there are деп қолданамыз. Мысалы, there are two cars outside. Мысалы, сыртта екі машина бар. Немесе, there are two phones in my pocket. Яғни қалтамда екі телефон бар деген мағынаны береді. Құрметті үйренушілер, бұл дүние түсінікті болса, енді біз болымсыз мағынасын талқылап көрейік. Ол өте оп-оңай, өйткені to be-ден кейін not'ты қоя саласыз. Ол дегеніміз былай: There isn't a book on my table. Яғни менің үстелімнің үстінде не жоқ? Кітап жоқ деген мағынаны береді. Немесе қалтамда менің телефон жоқ дейтін болсаңыз, there isn't a phone in my pocket. Яғни қалтамда телефон жоқ деген мағынаны береді. Егер зат көптік болса, бағанағыдай are жүреді да. Мысалы, менің қалтамда екі телефон жоқ деп айтқыңыз келсе, there aren't two phones in my pocket. Яғни қалтамда екі телефон жоқ деген мағынаны береді. Ұғынатын бір нәрсе, яғни to be-ден кейін не істейміз? Not'ты қоя саламыз. Болды. Одан басқа ешқандай бір қиын нәрсе жоқ. Енді сұраулы формаға келетін болсақ, яғни бар ма деп айтқыңыз келетін болса, to be-ді алдынан шығара саласыз. Мысалы, басында естеріңізде ма? Мен айттым, қалтамда телефон бар деген there is a phone in my pocket. Яғни қалтамда телефон бар деген мағынаны береді. Менің қалтамда телефон бар ма деп айтатын болсақ, to be алдынан шығады да. Is there a phone in my pocket? Яғни менің қалтамда телефон бар ма деген сөз пайда болды. Немесе далада машина бар дегенді айттық. There is a car outside. Яғни далада машина бар. Енді далада машина бар ма деп сұрағыңыз келсе, to be-ді алдынан шығара саласыз. Is there a car outside? Яғни интонациялық бір өзгерісің болғанын көріп отырсыздар. To be алдынан шыға салады. Болды, ешқандай да қиын дүние жоқ. Құрметті үйренуші, өздеріңіз білесіздер, біз өткен сабақта past simple өткен болатынбыз, өткен шақты өткен болатынбыз. Енді сізге ыңғайлы болу үшін бір керемет дүниені үйретейін. Яғни болып еді дегенді айтқыңыз келетін болса, to be-лерді ауыстыра саласыз. Is-ді озға ауыстырасыз, are-ны өге ауыстыра салады. Ешқандай бір қиын жері жоқ. Талқылап көрейік. Мысалы, there is a car outside. Далада машина бар, ал кеше машина болып еді далада деп айтатын болсаңыз не істейсіз? To be-ді, is деген to be-ді озға ауыстыра саласыз. There was a car outside yesterday. Мысалы, кеше далада машина болып еді деген мағынаны береді. Енді далада машиналар болып еді деп бар деп айтатын болсақ, there are two cars outside. Далада мысалы екі машина бар дегенді білдіреді. Ал егер кеше далада екі машина болып еді, мысалы кеше емес 3 күн бұрын деп қолданып көрейікші. There were two cars 3 days ago. Яғни 3 күн бұрын екі машина болып еді далада деген сөз шығады. Яғни өткен шаққа ауыстыру үшін there is-дағы is-ді озға ауыстырасыз, there are-дағы аны өге ауыстырасыз. Ешқандай қиын дүние жоқ. Құрметті үйренуші, бүгінгі сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Дұрысырақ тереңнен түсінемін десеңіз, қазір тапсырманы орындаңыз. Тапсырманы орындап болғаннан кейін барлық дүние сізге түсінікті болатынына сенімдімін. Егер сұрақтар болатын болса, топтағы кураторларыңыздан сұрай аласыздар.